Үшарал қаласының номер 1 орта мектебінің ағылшын тілі пәні мұғалімі және 8-ші Ә сынып жетекшісі. Мен бүгінгі педагогикалық идеялар байқауына ұсынып отырған тақырыбым Миро онлайн ұшқыр ой тақтасы. Бұл тақта арқылы балалардың бос уақытын тиімді пайдалануды жүзеге асырамын. Менің мақсатым оқушыларды дұрыс тәрбиелеу арқылы үздіксіз процеске қол жету, олардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру және рухани адамгершілік тәрбие беру, цифрлық сауаттылығын арттыру. Менің ойымша, оқушы өмірінде бос уақыттың рөлі өте ерекше. Ол демалу, тынығу үшін емес, рухани қажетін өтеуге, ойлау қабілетінің жетілуіне, жалпы жан-жақты болуына арналады. Менің сыныбым уақытын өзінше бір нәрсеге арнайды. Біздің мектепте балалар ұйымы, ата-аналар, қамқоршылық кеңесі және сынып жетекшілер оқушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру үшін жан-жақты жұмыс жасап жатыр. Ал мен сабақтан соң сыныбымның бос уақытын пайдалану үшін ең алдымен олардың қандай пайдалы іспен шұғылдануды ұнататынын, қабілетін зерттеп біліп, сыныптан тыс жұмыс жоспарын жасағанда ескердім. Осы мақсатты жүзеге асыру үшін мен Миро онлайн бағдарламасы арқылы ұшқыр ой тақта идеясын енгіздім. Оқушыларға мысалға мен сенбі-жексенбі күндеріне фильм көру немесе белгілі бір оқулықты оқып шығу деген тапсырмалар беремін. Олар осы тапсырманы орындайды және дүйсенбі күні міндетті түрде сабақтан кейін біз сол туралы талқылаймыз. Вен диаграммасын жазамыз, артықшылықтар мен кемшіліктерін жазамыз. Оқушылар бұл жерде ауызша айтса да болады, бір-бірімен пікір алмасады, жалпы ойларымен бөліседі. Ал енді осы ұшқыр ой тақтасының көмегімен оқушыларымның белгілі бір фильмді біз алып отырмыз, «Мальчик в полосатой пижаме». Осыған байланысты сұрақтарға жауап беруін көрсетіп кетейін. Бірінші фильмнің мақсаты бізде Амина жазып жатыр. Фильмнің түпкі ойы Аяжан жазып жатыр. Және ары қарай оқушылар осылай өз ойларын стикерлер арқылы білдіреді. Сонымен қатар бұл бағдарламада онлайн тақтада біз белгілі бір жасаған мәліметімізді рамкаға алып қоюымызға болады, презентация жасауға, бір-біріне комментарий жазуына болады оқушылардың, чат арқылы сөйлессе болады, карточкалармен бөліссе болады, және де эмоцияларын стикерлер арқылы білдіруіне болады. Және осы экранды скринге түсіріп алуға болады, бір-бірінің жасаған жұмыстарына баға беріп, дауыс берулеріне болады. Және таймер арқылы бір нәрсенің жаңағы мазмұнын айтқан кезде таймер қойып қоюға болады. Сол уақытты мұғалім өзі қадағалап отырады. Және ең ұтымды мүмкіндігі бұл мұғалім оқушылармен видео чат арқылы онлайн байланысқа, тікелей байланысқа шыға алады. Сөзімді қорыта келе, мен сынып жетекші ретінде оқушыларымды әркез бақылап отыруым қажет. Сол мақсатта ұшқыр ой тақтасының маңызы өте зор. Себебі қазіргі таңда қашықтықтан білім алуымызға байланысты оқушыларымның бос уақытын қызықты әрі пайдалы өткізу, бағыт-бағдар беру, жаңаша қырларын байқау, қабілеттерін ашу, көзқарастарын тыңдау, қазіргі заманауи бәсекеге қабілетті жастардың моделін құру менің мақсатым. Және де осы педагогикалық идеямның нәтижесінде осы мақсатқа міндетті түрде қол жеткіземін. Назарларыңызға рахмет.